Әр нерсенин себеп салдары болот. Ал эми биз анау намаз окумаса кабир деп башка деп онун салдары, онун себеби кайда? Себеби дин негиздерин билбөө. Экинчи маселе диний сабатсыздык. Кийин анау багана айтып өткөндөй 18 менен 35 жаш аралыгындагы жаштар ар түрлүү жагдайлар кез болгондон кийин адамдын басына депрессияга түсүүгө, әлеуметтик жагдай. Осы себептин негизинен не істейді? Сол әлеуметтик желілердегі түрлі радикал топтардың ықпалына түседі. Ол қалай болды? Енді бірден ол кел, менің уағызым тыңда, кел мына жол дұрыс екен деп айтпайды. Әлеуметтік желіде барлық Құран аяттарын, пайғамбарымыздың хадистерінен толық ақпараттар келеді. Нашид дейді, арабша әдемі араб тілінде айтылатын өлеңдер бар, басқа да бар. Ана рухани күйзелісте жүрген, рухани қажеттілік іздеп жүрген сол өтпелі кезеңдегі топтар не істейді? Мына Құранда айтты, ақиқат екен, хақ жол осы екен деп, 100 адамның ішінде 10 адам іріктеліп, сол радикал топтардың жетегіне түскеннен кейін радикалды көзқарас пайда болады. Сол көзқарас пайда болған, сол еліміздегі сол тыйым салынған ұйымдардың кезінде жетегінде жүрген азаматтарына да оңалту жұмыстары жүргіздім.